сіздерге тістің түрлерін айтайын. Мынау астыңғы тіс, нижний, центральный тісі, одан кейін екінші тісі, боковой тіс, үшінші тісі клык тіс дейді. Былай айтқанда ит тіс деп айтады. Енді азу тістерін сіздерге атап өтейін. Мынау кіші азу тіс премоляр деп аталады. Екінші премоляр, үлкен азу тіс маляр. Одан кейінгі кіші екінші азу тіс, бұл да маляр деп атады.